қиындықтар болады. Бала мысалы кейде велосипедтен келе жатқанда секіріп кетуі мүмкін. Мысалы тоқтауды ерекше балалар сол жасайды, ондай сирек кездеседі, бірақ болып тұрады жұмыс барысында. Жаңағыдай тоқтату, мысалы кейбір балалар тоқтаудан мысалы кішкене қиындықтар болады. Сондай кезде сондай нелер болады, ата-аналар кішкене қорқады балалар үшін. Жаңа уайымдайды ғой кезде, өйткені біздің жаттығу үстінде ата-аналар өздері жаттығуды көріп тұрады. Мысалы бізде ашық алаңда жасалады, аренада. И ата-аналар бірге болады бізде жаттығу. Бірге қатысады, қарап тұрады ата-аналар. Бірге қатысады, жақын жерде қарап тұрады бәрі. Сол кезде кішкене әр адам өз баласын уайымдайды ғой. Сондай уайымдағаннан кейін сондай қорқыныштар болады. Сол жағы қиын, бірақ енді сондай спорт түрі болғандықтан сондай қиыншылық, ең басты қиыншылық сол жар.